Тамақ ішер алдында қолымды таза жуамын, тамақты өзім ішемін. Ойын ойнап болған соң ойыншықтарды жинап орнына қоямын. Серуенге шығарда киімімді өзім киюге тырысамын. Ұйықтар алдында төсегімді дайындап тұрған соң жинауға көмектесемін. Тұрмыстық шаруашылық еңбегі. Үйдің таза әрі жайлы болуы бәріміздің ортақ еңбегіміз. Төсекті әрқашан жинаймын. Бұл ұқыптылық белгісі. Үйді тазалаймын. Ата-анама көмектесемін. Тұрақты еңбек ету жауапкершілікке тәрбиелейді. Балалар, бүгін біз табиғат аясында еңбек етеміз. Табиғатты таза, әдемі ұстау біздің міндетіміз. Қараңдаршы, жерде қоқыс жатыр. Біз оны жинап, табиғатты таза қылайық. Жарайсыңдар, балалар. Табиғат бізге рахмет айтады. Гүлдерге су керек. Келіңдер, гүлдерді суарайық. Гүлдер әдемі болып өседі, табиғат көркейеді. Құстар аш болуы мүмкін. Оларға жем берейік. Құстар бізге ән салып қуантады. Балалар, табиғатты аялау бәріміздің ортақ ісіміз. Жарайсыңдар. Қызықты тақырыппен танысамыз. Біз еңбек туралы сөйлесеміз. Балалар, еңбек дегеніміз жұмыс істеу. Мысалы, анаға көмектесу, ойыншық жинау, сурет салу. Біз еңбекқор балалармыз. Ал енді қараңдар. Біз өз қолымызбен жасасақ бұл қол еңбегі. Мысалы, жапсыру, бояу, құрастыру. Қане, бірге айтайық. Қол еңбегі. Сәлем, балалар, мен ақылды көмекшімін. Мен көмектесемін, бірақ балалар, робот бәрін істей ала ма? Жоқ, ең жақсы жұмыс сендердің қолдарыңмен